Қой жылы туылған адамдар қандай адамдар олар? Салмақты, көп сөйлемейтін, спокойный адамдар. Бір қарағанда момын, ұзақ уақыт терпет етіп жүреді. Шыдамы деген өте ұзақ, шыдамды адамдар. Бірақ бір күні жарылған кезде, ашуы келген кезде шайнап тастайтын мінездері бар. Яғни тістеп сөйлейтін мінездері бар. Сөздерді тауып сөйлейді. Сөздері өте ауыр тиеді. Бірақ ондай ашуға көп жол бере бермейді. Конфликт деген нәрсені, ұрыс керіс дегенді жақтырмайды ол кісілер. Кек сақтау, кек қайтару деген мінездері жоқ. Бірақ ренжісе апталап сөйлемей қоятын мінездері бар. Қырсықтықтары бар, можно сказать. Достықта адал, керемет кеңестер беретін адамдар, жұрттардың секретін жасыра алатын адамдар. Яғни достарының құпияларын ешкімге айтпайды. Бұлайша айтқанда сенімді достар ғой. Мақтану дегенді жаман көреді. Бірақ өмірлеріне көп жалғытса етеді. Пессимизм көбірек оларда. Ақшаға келгенде қолдары қатты болады. Оңды солды ешқашан бұлар ақша шашпайды. Жинауды жақсы біледі. Жар таңдағанда жүрегімен емес, көбінесе миымен таңдайды. Благородный, бай адамдарды қатты жақсы көреді. Солармен дос болып, солардың арасында жүргенді қалайды. Например, сиыр жылғылар ондай бай адамдарды көрсе, өзін төмен санап қалмау үшін қашады ғой сиырлар ше, а бұлар наоборот. Қайта жақындайды, сондай бай адамдармен араласып дос болғанды жақсы көреді.